1955 жылы мен 10 класс бітірген баламын. Содан бірден пединститутқа келіп филология факультетіне түскен екенмін. Сол кезде Қайым Мұхамедханов ақталып, босап, сабақ дәріс беруге кіріскен кезек. Ал енді мен бірер мақалаларым жазылған әр жерде жарық көрді Қайым Мұхамедханов туралы. Соның біреуінде айтқаным бар. Екінші курсқа барғанымда бір курстасым міне кетіп бара жатқан бұл ақын, жазушы, драматург, жазушылар одағының мүшесі деп хабарлады дегенмін. Сонда мен елең еткенім бар еді. Керемет қой, мынандай адам бізді ұстазымыз болып жүргені деп. Ал енді оның тағы бір кереметі бар еді. Дәл сол біз екінші курсқа көшкен уақытта Қазақстанның оқу ағарту министрлігінің бір үкімі шығыпты. Мына Семейдің пединститутының филология факультетінен эксперимент ретінде кең профильді топ ашу деген. Сонда кең профильді дегені ұстаздарды, мұғалімдердің мамандығын кеңейтіп, қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілінің әдебиетінен сабақ беретіндей етіп дайындау екен. Міне біз екінші курсқа келерде әр группадан, сонда 5 группа болатын, бірінші курста, екінші курста сол 5 группадан қазақ балаларын орысша оқыған, қазақша мектебін бітіргендерді жинап, татарлар бар арасында бір топ құрды. Мен сол топқа іліндім. Бірақ орыс мектебін бітіргендер қашып кетті. Неге орыс группасына қайтадан біз түсінбейміз, ары қарай оқи алмаймыз дегендей сылтаулады. Мен де кетіп қалдым. Сонда біздің бір жақсы тағы бір ұстазымыз бар еді. Кейіннен зам деканы болып қызмет істеген Наталья Михайловна Воинова деген. Сол мені бір бос аудиторияда ұстап, менің әңгімем бар еді, сөйлесейік деп жағдайды түсіндіріп, мені қазақ группасына, кең профильді группаға қайтуым керек деп үгіттеп, мен көнбей, содан сіздің оралуыңызды мына қазақ группасына осындай керемет үлкен сыйлы ағаң, жазушы, жазушылар одағының мүшесі, ақын, аудармашы, қазақ гимнінің авторы Қайым Мұхамедханов тапсырып еді. Сіз қайтуыңыз керек қазақ группасында. Мен төбем көкке жеткендей болды. Сондай өзім аңсап, көрсем, білсем деген адамын осылай деп сөз салған. Міне сонымен мен осы орыс группасынан түгелдей қазақ группасына ауысып, ары қарай 4 жыл оқып, қазақ тілі әдебиетінің мамандығын бірге ала шыққам. Сонда практикада қазақ тілін, қазақ әдебиетінен сабақты осы қазіргі нөмір 16-шы орта мектеп Төлебай Ыдырысұлы Амановтың атындағы мектепте өтіп едік. О кезде, біз оқып жүрген кезде, біз студент болып жүрген кездерде Төлебай Идрисович Аманов біздің пединституттың проректоры болып қызмет істеді. Кейіннен докторлық диссертациясын қорғады. Қайым Мұхамедхановпен бір қорада тұратын, екеуі ағалы інілі сияқты, бір жағы коллегалары, әріптестері,
әріптестер болып өте жақсы араласып тұратын. Кейін енді біраз жылдар өткеннен кейін 1971 жылы мен осы Қайым Мұхамедхановтың нұсқауыменен Абай поэмалары деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғағанымда Төлеубай Идрисович ғылыми кеңестің ішінде болып қатысып еді. Ал енді Қайым Мұхамедханов маған көп көмек жасады. Соның ішінде 3-ші курс оқып жүргенде курс жұмысы деген болады. Сол курс жұмысы ретінде маған Ақылбай Құнанбаевтың Дағыстан деген поэмасын орыс тіліне аударуды тапсырған еді. Мен сол поэманы қыс бойы, жыл бойы аударып, курс жұмысы ретінде тапсырдым, жоғары баға алдым. Кейін сол Ақылбай Құнанбаевтың Дағыстан поэмасы мынадай болып кітап болып шықты. Дағыстан, Ақылбай Құнанбаев, Дағыстан, перевод Мұрат Сұлтанбеков деген. Ал енді әрқашанда кейінгі жылдарда Қайым ағайды еске алып, әр жерде сөйлегенде, кездесулер өткізгенде айтып, атап, көп еңбегін бетке ұстап жүреміз. Өзімнің соңында менің айтайын дегенім, мына Қайым Мұхамедханов сияқты ұлы тұлғалар қасыңда жүргенде кімменен кездесіп, сөйлесіп, әңгімелесіп, сұхбаттасып жүргеніңді түсіне бермейді екенсің. Ал енді ақындар көреген келеді ғой. Сол кезде осы жақында мемлекеттік сыйлыққа ие болған жерлес ақынымыз Несіпбек Айтов Қайым ағамыздың көз тірісінде бір ұзақ өлең арнап келіп еді. Содан мен 2 шумағын оқып берейін деп едім. Оңай дейсің азапты ғұмыр кімге, тұңғиыққа құлайсың сүріндің бе, түрменіңде біраз жыл тұрғыны боп, көріп қайтқан аязын Сібірдің де, дауылынан жаланың ықтамаған, білімімен талайды жыққан ағам, бар Семейді тапсырып, не болды, ие бол деп, аманаттап кеткенде Мұхтар оған. Міне осындай Қайым Мұхамедханов сияқты ағамызды, ұстазымызды, үлкен тұлғаны соңғы сапарға шығарып салғанымызға 10 жылдан асып кетіпті. Келесі жылы 100 жылдық мерейтойын тойлайық деп жатырмыз. Мерейтойын өткізейік деп жатырмыз. Сол жақсы өткеніне ат салысайық.